Кешкі асқа не жасаймын деп білмей отырсаңыз, дәл осы ерекше тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің балалардың сүйіп жейтін тағамы, уақытыңызды да алмайды, тез жасалады, сонымен қатар өте дәмді болып шығады. Тартылған етке сақталған пияз, тұз, бұрыш, дәмдеуіштер салып, жақсылап араластырып, фаршымызды ұрғылаймыз. Одан кейін осылай қолымызбен домалақтап, шариктер жасап дайындап аламыз. Енді менің үнемі қолданатын кемидің езілмей тез пісетін лапшасын қолдандым. Қайнап тұрған суға тұз салып, араластырып, лапшамызды салып 8 минуттай қайнатып аламыз. Енді бөлек ыдысқа майымызды құйып қыздырғаннан кейін фрикаделькемізді салып, бір қуырып аламыз. Езілмей керемет болып қуырылады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді фрикаделькиді бөлек ыдысқа осылай бөлек салып алғаннан кейін осы майдың үстіне пиязымызды салып, кішкене бір сарғайғанша 5-6 минуттай қуырамыз. Оның үстінен күштен өткізілген сәбізді салып, тағы да 5-6 минуттай қуырып, 2 ас қасық томат пастасын саламыз. Жаңағы фрикаделькиді қайтадан үстіне салып, енді араластырып су құямыз. Орташа отта жақсылап қайнатамыз. Енді барлығы дайын болғаннан кейін дәл осылай астына жаңағы кеме лапшаларын саламыз. Үстіне осы әдемі болып піскен өте дәмді фрикаделькиімізді саламыз. Жан-жағына осылай соусынан құйып, қалауыңызша әрлеп сұна берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны сақтап алып, парақшама тіркеліп алуды